ауылға сүгір ай келді деп, ортасында талай ай сайраған, сары самаудың ақ тұман, кеңде дастархан жайнаған. Ағалар интімай аман бол, келді деп ай жыршыда, жеңгейлерімде бар еді-ай, ботадай көңіл жайнаған. Алла шыбықтай бұралған, маржандай түсер ай бұралған, талайда менің есімден ай ымырға қайтып келді деп, шыға алмаған құмардан жылашы қайнамай дегенде, талайда жерде жырладым ай әлде тауда кеңінен. Өнелерімдай бар еді, сүгірде ағамай келді деп, ат шаптырып ай айқайлап ай таратқанда менің де даңқымды. Ұрысы байтағай жерінде көңілі қыры-қыр мақтанып, бүжіре беріп жігіттер адайды берген ай желінде. Еліміздің бүгінгі эстрада жұлдызы аталған Ақылбек Жеменей де кезінде әйгілі сүгір жырау шығармасымен осылайша қанаттанып қияға самғаған болатын. Altıda qanaтай ағырда, айрылып қалып ай барасың, біз сияқты күніңден жақсы жүргай ярыстан. Я, сан кезеңдер өтсе де, өлеңмен көрнектелген сөздері ел аузында жатталып, тіпті әсем ән боп шырқалып, есімі ұрпақтан ұрпақ құласқан тұғырлы тұлға, бүгінде туғанына 120 жыл толып отырған сүгір жырау Бегендікұлы. Сүгір Бегендікұлы 1894 жылы қазіргі Маңғыстау ауданының Жармыш мекенінің Өгізөрегүл жерінде дүниеге келген. Ескелді тегінен тарайтын сүгірдің әкесі Бегендік Меккеге 2 рет барған қажы болған. Ол Пір Бекет ата мәңгілік мекен еткен Оғланды жеріндегі қауымда жерленген. Сүгір жас кезінде Жармыш жерінде тұрған Орынбай Ишаннан хаттанып, Бәли Ахун Нұрниязға, Оразмағамбет Ахунға оқып, арабша білім алған. Оған жастай табиғи таланттарып, өлең шығарып, домбыра тартқан. Оның дара дарынын байқаған Ескелді Өтетілеу Өтемісұлы оған кесікбас домбыра жасап берген. Сүгір 1921 жылы Әли Тауанның астында осы домбырасымен дүйім жұртқа үздік өнер көрсетіп, атағы адайға, Маңғыстау өңіріне кеңінен тараған. Алайда, сол кезеңдердегі ел басына түскен ауыртпашылық, жұт, аштық пен жоқшылық түбектегі ел еңсесін езе түскен болатын. Сөйтіп 30 жылдары Маңғыстау халқы бас сауғалап, ер етігімен су кешіп, күнелтіс іздеп, жан жаққа үдере көшті. Бегендік әулеті де Түркменстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан елдеріне қоныс аударды. Сүгір сол жерлерде жүріп те туған еліне деген сағынышты өлеңдерін шығарды. Ол соғыс кезінде шаржау төңірегінде болып, елді ерлікке, халықты жеңіске ұмтылдырып, отты жырларымен рухтандырды. Сүгір Қарасай жыраудың,
Қашаған, Сәттіғұл ақындардан, жыл келді сол таман әншілерден өнеге алды. Ноғайлық зырларын, Орақ Мамай, Едіге және мұңлық зарлық, Алпамыс сияқты жыр дастандарды, Абыл, Қашаған, Ақтан, Сәттіғұл шығармаларын сан түрлі мақам саздарға салып, шебер жырлайтын жыршы болды. Сүгірдің сазы аталған саналуан ерекше саз дүниеге келді. Оны талантты жырлар ғана әдемі орындай алды. Сүгірдің мақам саздарымен айтатын шәкірттері Жолжан, Бүркітбай, Рейім, Жақсылық, Қобылаш жыршылар болды. Сүгір жырау 1968 жылы ата қонысы Маңғыстаудағы Бейнеу ауданының Маңғыстау кеңшарына қоныс аударды. 1972 жылы Жаңаөзен қаласының Қызылсай кентіне қоныстанды. Әйгілі жырау Сүгір Бегендіұлы 1974 жылы 30 маусымда 80 жасқа толған шағында қайтыс болып, Шопан ата қорымына жерленді. Сүгір жыраудың бірнеше шығармалары ел ішінде кеңінен тараған. Оның туындылары Республикалық ұлттық ғылым академиясының қолжазбалар қорында сақталған. Бүгінде Сүгір жыраудың 120 жылдығы облыс көлемінде салтанатпен аталуда. Соның бірі облыс орталығында өткен аймақтық жыршы жыраулар сайысы. Сонау 1992 жылы 4 желтоқсан күні біз Жаңаөзеннің Қызылсай ауылындағы Сүгір жырау үйінде болған едік. Енді бұл мына Сүгір атамыздан Өтелген деген баласының үйінде отырмыз ғой, осы шаңырағы. Сосын мынау Есқуат дегенде баласы болған, ол кісі сол армияға кетіп. Солай болу керек. Сол кісіге арнаған бір сөзбен үзінді айтып берейін. Болған күн көз жұмбай белде тұрмаған, тарықтым ау деккен ордадан, хабар жоқ әлі жорғадан. Тап келіп ей мынау ай басоның, іздесем қайдан табамын жұбата келген көп адай. Ал қай жерде қалдың базарым, қай жерде қалды мазарың, шыныменен көз жұмып болған болсаң құрбаным. Мына 40 шейіттің ішінде әміре болғай иманың. Ой, артыңда қалған Өтелген келмеді де бағасын, күндіздіні қарайды ау шойында жолдың жағасын. Отанда соғыс басылып құттықтау деген қат келді, біліппін енді құлыным, келмесіңнің құлыным шамасын ау. Енді үлкен толғау, содан тек Яке мынау енді Өтелген артында қалған Өтелгенде отқан үлкен бір өлеңіне толғауына кірісіп отырған, ие болып отырған баласы, құлынымде отырған баласы, мінекей біз соның қасында отырмыз. Мынау шаңырақ, осы Сүгірдің шаңырағы Ескі Өзендегі бір үлкен бір шаңыраққа, қасиет шаңыраққа келіп отырмыз. Жеткізгеннің қолындағы мынау домбыра, Сүгір атамыздың қасиетті домбырасы. Кешікпас деп талай жырына, талай мұңына, талай шаттығына бөлеген осы домбыра. Сүгір атамызды жан серігі болған осы домбыра. Шешеміз осы домбыраны кәдімгі үлкен бір киелі сармайдай сақтап, ұстап жүр екен. Мінекей бүгін біздің келуімізге байланысты шығарып отыр. Ал енді Өтеке, сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Енді Сүгір атамыз әлгінде сөзге қарағанда үлкен бір үміт күтіп, әрине баладан, ұлдан кім-кімде үміт күтеді ғой. Біз енді осы атаның шаңырағында отырғаннан кейін өзіміз бір әңгімелерге кезек берсек.
Айта беріңіз. Дұрыс қой әңгімеңіз. Әңгіменің несін жаңада басым бір бастап айттым ғой. Әңгіме деген бұл біз баяғы осы жерде қанша осынша жасқа келгенмен 5-6 жасымызда ауып кеткенбіз. Әйтеуір туысымыз қанымызды кіндік қанның тамған жері осы. Сосын кеше түрліше жағдайменен ел ауып, жұрт ауып, халық қоныстан ауған уақыттарда біздің бұл әкелеріміз мына Түркменстан, Майрамалы, Қазақстан, Қарақалпақстандарға кеткен. Сонымен бұл әуелгі негізінде енді жаңағы өзінің жүріс тұрысын айтқанда, сол кеше 35-36 жылдарда мына Түркменстанның Майрамалы, Тәжен деген аудандарында болдық. Сонан кейін сөйтіп жүргенде кешегі отан соғысының уақытында жаңағы менің өзімнен үлкен тұңғышағым жаңағы айтылып отқан адамдар Екібастан отан соғысына кетті. Біз ол уақытта жас бала болдық. Сонымен кеше осы 48 жылдардың шамасында мына атап айтқанымызда Бесқала дейміз, мына Қалпағыстан Ташауызды сөйірлерге келді 48-де. Сонан ендігі қалған шалдың армандары сол ата қонысыма барып өзімнің кіндігім тамған жерінде бір қалар ма екенмін. Осындай сордың ішінде әйтеуір ең білмесе ертең күні бір бұзау басын етіп әйтеуір бір қалмай бір атаның қонысына кіндіктің тамған жеріне жетсем деген ірадасыменен 68 жылда мына Бейнеуге келдік. Ақжігітке. Ақжігіт Ұялы деген жер екен, сонымен сөйерге келіп. 1-2 жылдай болғасын, дәм нәсибі тұзағы онан бері қарай көшіп, осы өзенге 72 жылда келдік. 74 жылы сосын о кісі қазақ уақыт болды. Қойылған жайланған жеріме Чопан ата, оның әкелерінің несі арғы оғланды екен атаның басында. Оған енді баяғы бұрынғыша әлгі әулияттаған етпейді деген сықылды, қайда болғанда да бір алла жарылғаушы өзі ғой. Кел бұл осы атаның басына қоярсыңдар деп, несіменен сөйерге жерленді. Бірақ атамыздың әлде де айтылмаған сөздері, жырлары көп болар деп ойлаймыз. Қалай ойлайсыз? Айтылмаған жырлары көп. Көп болғанда ол былай болды. Көп болғанда өзі жаңағы бұл осындай мына ұқсаған балдардың да келіп өзінің сөзін салған уақыты болды өзінен кейін. Бұрынғы шәкірттері жақсылық құсаған, ана Бүркітбай құсағандар соларға көп ерген шәкірттер. Сосын бергі уақыттарда біздің өз уақыттарымызда кішкене бұл мынадай жазып алатын магнитофон зат көп болмады. Сосын бергеректе енді жас 80-ге келіп өзі ауырып отырған жағдайларда баяғы тентектің ақылы түстен кейін деген сықылды. Сосын сонда барып түсіріп алды осы жерде. Түркменстанға асып кеткесін, енді осы қонысты осы отырған жүрген жерлерімді көрем бе көрмейм бе деп бір тұл қоныс деп бір шығарған сөздер бар еді. Бергерек келгенде өзімі тұлықпал. Ал енді ол еш жерден таптырмайдыр, себебі кеше осы соғыс уақыттарында шығарып еді. Бұл яқтағы құдықтан жүрген жерден қалған дым жоқ әйтеуір. Мына қасқыр мен түлкіге дейін. Тұл қоныс дейін. Тұл қоныс енді мына ел кетіп қалғасын. Бір шыққан сөздер қазіргі уақыттарда керек ол енді оны адам. Аға, мына әкеміздің туған жерін, жүрген жерін, мына оққан, соны айта кетсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Дауысын дайындап қойды да. Туған жер енді осы мына өгіз өрегіл деді. Сосын бұның көп оқыған адамы мына Бәли Нұрния жақын көрінеді. Мен ерде мешіті де бар. Соған әкесі бегендік деген солай әйтеуір соны талап етіп оқытудың қамында кірісіп, соған әлденеше апарып сөйтіпті. Оған сол 15-16 жастарында негізі мына бір Шүкірлі сайда жабысыпты. Жабысып мәнісі бір ат суғара келе атқан уақытында бір 2 бой жеткен құс алдындағы шымырауға қарай суала барадыр екен. Содан жақындай бергенде біреуі қараған, қарасы қасым баяғы бас айналып кетіп бір ауы жығылған. Сол
Сосын енді бергер екен еткен деді, жаңағы жырдың сөздің есі екен. Болмаса, осы нағашысы жұрты шекен болады, соларда болмаса, біздің ауылдарымызда бұдан бетер өлең айтып, мынадай нетілген адам жоқ. Біздің негізгі тұқымымызда бірден бірге қуатты өгі. Иә, тіпті біз осы ескелді ауылымызда жоқ. Сүгір атамыз қолма-қол шығара беретін бе еді, жоқ әлде қалай еді? Қисайып отырса жазып ала береді. Жазып шығарады. Жазып шығарады. Диккат аяғы чай ішіп отырса қоя қойып жазып ала береді. Біреудің басы келеді, біреудің аяғы келеді. Мен чай ішіп отырамын, қазір шығып кетеді деп жаза қояды деп соның ойын. Сосын чай ішіп болғасын, сосын жатып алып, соны шығарып бастайды. Осы мына Onun kolunu göçüğümde yemez, okuyalmaydı. Soğusun göçüğümde kez gelgekse okuyuverir. Onu işi gözü bu açıp vermese onu tatıp almaydı. Осы мына енді бір тағы да бір сұрайын дегенім, осыны айтқанда жаңағы әлгінде тыңдап отырсыз ғой, жеткізген дейтін мынау балаңыз орындап отыр. Осы Сүгір атамыздың өзінің мындай айту мәнері қалай еді? Осындай ма жоқ әлде қалай өзі айту мәнері? Сөздерін енді айтады ғой, қоштасу болсын, басқасы болсын жаңағы. Мына кесік бастың lökününe түскенде ол кесік басы ешкімге баш артпайды. Соның қалай болса солай да құйқылжытып сала береді. Ана мына күйді тыңдайым деп отырса, анағынан аударып кетеді, ананы салып отырса, анаған аударып кетеді. Сонысын сенің күйің ұстатпайды, сөзіңді ұстатпайды деп таңғалат жүрді. Ол белгілі бір сөзді ұстатпайды. Былай салат, ана кесік баста кетеді күмпілдеп, кесік басы өзінен де зор сонысын күмпілдеген оқта. Біз өсігінде сал кеткесінше орап қойып, балдарға да бермейді, басқа да бермейді, содан тұрған кесік басы. Ал енді мына біз әлгінде айтып отырмыз, Сүгір атамыздың мынау өз дауысы бар деп отырмыз. Енді сол Сүгір атамыздың өз дауысын тыңдап, осы қазір осы әңгімемізді кішкене сонымен қорытындыласақ деген бір ойымыз бар. Қалай жүрсіз? Kırsacım sayın sıvığı Kağazım kandığa kolal Men korkuldum talaydı bizde Dolganısın cankanım Benim sagan aytkan akılım Boynumdu bırıp koşsayıp Ağağa kadar yumulme Aytsam dersin meymen Bulay kanısın bulsan Akılda ok bulmasıydı dilimde Tarık bulgan gazadılma Sıram bilimge Biteverme sırağım tavalsızlarım sürümde Bırakan Allah biledi Uyan benim alim biledi Biledi kıybatla boy Söylü sultan biledi Söylü sultan sırağım Aygonsu gülme galam da koy Yekelengene ülküme de koy Kayımdan bizi kan kesi koy Zamanın sırığı ya Üzül verme üzül Bular kimdendir Табиғатынан дара-дарынға ие болған Сүгір жырау сөздерін елге таратушы шәкірттерінің бірі Ірейім жырау болатын. Нұргөштің 59 қалқоздың 23 қазақ қалқоз екен. Қалқоздарды 50-ші жыл, 51-ші жыл қосқасын азырақ азаматтар жұмыстан босап қалып, көңіне келетін жері болған шығар 58-ші жылы. Ел соны байлап, Қазақстан елім туған жерім деп бірталай ел арғарай көшіп. Сонда Сүгір тақиятасында отырып, онай өңін ауырып, басын көтеріп тәуір болғасын. Бір амандық құсаған бір жігіт үйінен барып шай ішіп түскен мырза жолы қыдырып баратырмын десеп, жазулы өлеңі бар екен, мына Бүркітбайға бер азаматтарға естірсін деп, сонда мырза жолы 59 жылы Сүгір ұстазымыздың жіберген бір кішкентай қысқа сәлем екен. Ей дұғай сәлем жазылған қаразымдағы орнаған қарттардың тілінен Қапаланып қайғырады айрылдық деп ау бала ініден Нәсибе қайып деген бар Бізден бұрын 6 жұрт Қатты сыбан қалмақтың қатты сөзі тигеннен Аса көшкен елінен, мекен еткен жерінен Талай қандарда шарпылған
Qarğa boylu qaz tuğan tөгülgen altın tenginen ayrılgan talay sevinen Basların aman sağ bolsun birazrak söyleyin Konustun bağdara jönünen Ey baldarav bäriňde de surap esip jatyrmyn sol jakka baryp kelgenden köşüp jatyrgan kalyk köp köňülderi jeldengen Ahyryn Allah bilmese burungy ata babanyň konusy emes edaw jerlengen Saurandan aynalyp düzelüwi aday kelgenden 30 mergen 10 batır korlukka gömbey sendelgen Basına bakıp kongan gün Mangıstaw arka kovadan ıgıstırıp talaydı adaydyň özü daw mengergen Ay äri wagyn aýtkanda bolgan jok jer kim gelgen Basından bakıp awgan bu çaldarda bayda tapkan jok üstülük malga yergenden Karazımnyň boýunda Ämü daryanyň boýunda ey meken etdik aw Brazil Partiyanyň altynzaň naşarga жерден bергenden Teguli agy Asemjay Aksam awrun Kızılçay Miwalary küldenip kolxozdasyp ýel boldyk aw abraýly bolup kelgenden Awuzdy birlep isteňder bet aldyňa kurşulap külki bolup jirmeňder anaw Qoňrata degen ýeldergen awy Ýes bolay Abdur Kitabay Yer balası Berdibay Inebat Bazar Börübay Abibulla Mädirey Arnaldaw selem sendergen Ay yela azamatlar edaw bärde Keldiň be aman süködep kaly tösep tör bergen Yel arasa alçaysa kıskararaw kolum sermelgen İstey beriňder Hudaý dep Quranym beket aday dep Awgan güni bakyt çeginip mal menen basyň tögülip Ýesimizi jygan jeri daw 360 bir Ämüdiň Sultan Arnasay Azamatlarga söz diýip ketbedaw boydan taň basay Gün görelmey ketgen jok so sebepden ketüle Estigen sözge şydamay baldardyň aşuwlanmasay Kutdugulgay Hudaýym ilşebis araya jetsaýdyň Arnasay Budan köpden aýtuga ona ýonguna awryp sükömniň kelmedi bardasoy Ey baldaraw janede sizge tapsyram Ortalap kelgen jasy bar Onnadandyk bäsi bar Ay abekemde barda ortaňa Hudaý üçin sylangar Osu birewden birew korkama Jetim kalıp jasynan 10 jasyna okugan Köňülge ilim tokugan 12 pendi bilmeýtin Moldalarda tolup jür goý bet aldyna joşugan Mertebesi ulgaýgan Ölüminen tiriniň ekisine duga koljaýgan Muny jergilikde kalyk tanysyn Sakyraý Märik degen bar, Mülazim Bişa degen bar Sakyraý Märik ýelde köp Mülazim Bişa degen bar Bu lökövüm bilmese abekem çeşeroy menisen Sondaýak Sügür Rawdyň şäkirti bolup soňundan yerip batasyny algan bugünde Munaýly awdanynda turatyn Jaxşylyk Zıraw Ýelewsün ulu. Ana aýtmaýdy. Olmadan kemide artynan külüp azalap, olardy da sökmelik. Adaýyň sazı äwelden onu koňata baýyly. Şeýle garasa daýyny şona gaberdi işinde sügürüm bilen taýylan söndürüm bilen. Qaragym mende de bolsa ben ülköýdüm dep bu köşe 62-nji ýyly maýdyň 9-y degen güni magan batasyn berdi. Ýeşepdeý ber, neçe ýyl bolgan. O gözde siz neçe jasasyz? Ben 62-nji ýyl 22-de bolam da. 22-de goý. Ýa. Şukoň jazyp çygarada. Jazyp da çygarada, al birewdi maktaýtyn bolsa, onu da jazyp baryp tarykdaýt. Şukoň diýdim jaňa birewge urnuw zat etug degen ondaý nerse şukoňda bolgan da emes. Sol bir biraw menen süretde soňan her türlü özüň nesimi menen gosup aýtyp oturady goý. Bildiňmi? Durust. Älim şeýşemek işe ondaýlarga barmaýdy o kişi. Adaýdyň özüniň aňkagan dawusy kadymky aýlaý demeýdi. Kolkadan gaýrat, kolkadan gosat. Muna şukoňdordyň keýbir sözlerinde bar. Janagy kalam alyp söz yazdım,
қалам алып сөз жаздым тыңдайтығын асылға. Шаман келмес жерлерге қолыңды созып асылма, мұсылман болсаң адал бол, басыңа қонған бақытты кірген тұрып қашырма. Еркек болсаң әділ бол, сыбырлаған қатындай өсек айтып халықтың сыртынан жүрме, жамандап қаларсың бір күн шабандап. Атадан жаман ұл туса еңбегіңді кетер арамдап. Анадан жаман қыз туса басалмас аяқ шабандап. Ақын болсаң ақыл бол, адасқанға ақыл бол, ағайын болсаң ярандар сәл нәрсеге өкпелеп бірің. Қасқырдай қарсы тұрып ұмтылма. Жақсының сөзі жәннаттай, шөлің мейір шөлің қанатын. Жақсының сөзі насихат, ақылың болса алатын. Бұл дүния деген итарша аттандырып бақиға артыңызда қалатын дейді. Әкеден жаман ұл туса, әкенің ізін басалмас. Анадан жаман қыз туса, құлайырттан асалмас. Әне болсаң әділ бол, ағаңды сыйла, алдыңда көш бастайтын келешек. Әйел болсаң әділ бол, еріңе қарсы сөйлеме. Дүнияда жалғыз мен деме, орынсыз жерге оғатып, қарсы болма бендеге. Насихат жауап сөз айттым, базарлы аға жеңгеге, бір шыбынды беріп тау, бір алла тұрған кеудеге. Тірілікте жүйрік болғанмен өлген күні білерсін жақсылардың бағасын. Жақсы әне сыйлайды алдындағы ағасын. Жақсы бала сыйлайды атасы менен анасын. Жақсы менен жаманның, адал менен арамның, білімді менен наданның қал қайрады арасын дейді. Хабар келсе сүгірден, сөйлемес басқа жыршылар, сүгірдің айтқан жырнан мін таппайды сыншылар деп, Қараш Ыбырайым Ахун жырлағандай сүгір шығармалары өзіндік ерекшеліктерімен республикамызда ғана емес, бүкіл әлемдік деңгейде шарықтады. Оның бір дәлелі, талантты жас әнші Қыдырәлі Болманов кезінде аузын айға білеген Америкадағы әйгілі Голливудта бүкіл жер шары өнерпаздары қатысқан ірі өнер сайысында сүгірдің термесін эстрада әуенінде орындап бас жүлдеге ие болды. Сөйтіп бүкіл дүниеге қазақ елінің атын аспандата түскен Сүгір Бегендіұлының ән сазы өзіндік ерекшелігімен күллі әлемді мойындатқан озық туынды екендігін айғақтай түсті. Білсің ай көргеннен, тек жақсылық ай тергеннен, жақсының түбін ай білмесе, несі артық ай өлген. Сөйлеші сөйлейгі сол тіл, әлемет келдің алғалай, той бастарын ай құрардай, осындай топты көргенде, арқалы жүрг ай тұрармай, сөз маржанын ай терейін, мереке сауға ай құрарда, отырсың бәрің жиналып, рұқсат етсең жарандар, Мен адайдың үстінде қанатымды қағып сермедім, халқымның болдым 50 жыл, еділ менен жайықтай шалқыған дария ермегі деп, қарт жырау өзінің 80 жылдық өмірін саралай отырып, болашақ ұрпақтарына мол үміт артты. Адай тіккен шаңырақ, ал енді ырза боларсың деген жыр сүлейі Сүгір жырау халқы алдындағы қастерлі міндетін адал да арында атқарды. Туған жерім Маңғыстау, алтынға сені теңедім, топырағың қымбат ежелден, терезең биік көп елден деп, атамекені Маңғыстауын қашанда арынды жырларының алтын арқауына айналдырған Сүгір жырау, сол Маңғыстауының киелі топырағын мәңгілік мекен етті. Дарынымен биіктерге өрледі, сан додада ел намысын бермеді, Сүгір жырау тарихта жазылып, Маңғыстауын жырыменен тербеді.
естегі күмбірлейді күмбездерім данадан бір бекетке қоныс болған қазақ қаназ орыс қарман даламан теңіз боп қалқаған шалқыған маңғыстау айнымас антынан салтынан маңғыстау сапырған самал күлім дауылпаз далам менің беу менің киелім мен сені сүйемін маңғыстау